Сәлем досым. Бүгін біз жиі киілетін заманауи киім атауларымен танысатын боламыз. Ендеше экранға назар аударайық. Парка киімнің иесінің өлшеміне сай реттейтін әртүрлі тартпалар мен капюшоны бар. Ұзындығы жамбастан асатын, ішінде жылы жүні бар сырт киім. Күрткешенің бұл түрі солтүстік халықтарының киіміне және әскери киімдердің кейбір түрлеріне негізделіп тігілген. Бомбер тоқылған белдік пен манжеті бар, белге дейінгі қысқа сырт киім. Жағасы мен капюшоны кейде бар, кейде жоқ. Бұл сырт киімді күз бен көктем мезгілінде киеді. Киімнің бұл көлікпен жүретін адамдар үшін ыңғайлы. Худи бұл капюшоны бар толстовка. Етегі мен жеңінде тоқылған манжеттері бар. Мұны спорттық немесе көше киімі деп те атайды. Худидің екі түрі бар. Біріншісінің алдында сыдырмасы, екіншісінің алдында үлкен қалтасы болады. Кардиган ұзындығы кейде тобыққа дейін, кейде тізеге дейін жететін жүннен немесе мақтадан тоқылған жеңіл жемпір. Свитшот ағылшынның тер және көйлек сөзінен шыққан, спорттық үлгіде тігілген күнделікті киілетін жеңіл киім. Дастер белбеуі бар, айқасып киілетін ұзын пальто. Кокон көлемі үлкен немесе оверсайз үлгісіндегі сәнді пальто. Тренчкот иығында погоны, қайырмалы жағасы, манжеті мен белбеуі бар. Артқы жағының төменгі бөлігінде жырығы бар жеңіл сырт киім. Кюлот ұзындығы тобыққа дейін балаға трапеция формасында тігілген шалбар. Кроп-топ адамның кіндігі көрінетіндей қысқа тігілген жеңі, жағасы жоқ жейде немесе мәйкі.